Biz қазір мың жарым теңгенің таксиіне мініп жатыр халық. Парк сал деп бір талдан егіңдер дейсің. Сендер бірінші халықтың жағдайын жасаңдаршы. Халықтың жағдайы жақсы болса, сол паркты осы ауылдың ішін өздері гүлдендірер еді ғой. Қазір қаранан қаздар болатын үйлер бар керек болатын болса. Сондықтан да осы жиналыстан кейін нәтижені көрсетіңдер. Нұрлан, сен бірінші рет келіп жатсың. Нәтижені күтеміз. Енді жиналыс ашпаңдар сендер. Енді мана айтқан жұмыстарды жасаңдар. Жиналыс ашып, құбағыптып кеткен сайын біздің боранқұл кері кетіп баратыр. Жасыратын жоқ. Мен мына мекемелер дейтін жердің бәрін бітішіп тұрыпты. Майды алып жатыр, мұнайды, газды алып жатыр. Көктейін пайдасы жоқ. Берді неге қазып жатыр? Налог қайда? Солардан бір көмек болса, боранқұл бүйтіп тұрмас еді ғой. Халық мынандай болып жиналып, мұң-мұқтажын айтпас еді. Енді нағыз жасамайтын болсаңдар, мен боранқұлдың халқын жинап, Атырауға көшуді мен сіздерден талап етемін. Мен бірінші рет келіп тұрғаннан тағы ескертіп жатырмын. Шалқайғанға шалқай, ол Құдайдың ұлы емес, еңкей адамның құлы емес дейді. Бәріміз қазақты да азаматпыз ғой. Бір-бірімізге жанымыз ашымасақ, біздерге кімге жан ашиды? Келесіңдер өтірік ақпар. Істеліп жатқан ештеңе жоқ. Жұмыссыздық мынау міне. Жігіттер қазір тынып отыр, айта алмайды. Шындығына келгенде. Ал бәрін келіп халық аударып тастайды. Анда барсаң көтер, бейнеге барсаң дым шаруа өтпейді. Соңға барып жылап келіп жүргендер қаншама. Ана жердегі қыздар дейтін бір Құдайдың қолын ұстап жатқандай. Жасыратын жоқ. Соның бәріне қадағалап қараңдаршы. Ал жақсы Ғалымжан биыл келді ғой. Биыл көрейік енді жазда. Жазда көрейік. Сендердің сөз сүйектен өтеді дейді. Сендердің келіп жиналыс ашады дегенде халықтың бәрі айтады, ой, дәм болсын жиналыс қой дейді. Расында да бұл ұят дейтін болу керек қазақта. Дұрыс айтады. Маңғыстау өңірінде бәленбай ауыл бар деп отырсың. Сол Маңғыстау өңірі бойынша ең бай ауыл біздің ауыл. Бірақ әке шешесі жоқ, жетім. Ол кімнің кесірінен? Билік басып жатқан сендер істемейсіңдер жұмысты. Сендер жасасыңдар, құттайды болсыңдар, айтыр едік қой, рахмет, әндет жасадыңдар, міндет жасадыңдар деп. Балшық болса, бала балшыққа батып жатса, машина мына жақта батып жатады. Ал түн болса, сүрініп құлап жатады. Біздерден иттің өмірі жақсы қазір. Ит атсақ, біздерге айыппұл салады. Ал адам атқандар бостандықта жүреді. Міне мәселе. Саясат бұл дейді.